әңгіме тыңдағаннан адамды дүниенің досы ма дос емес пе айыруға болады. Дүниенің досы адам әңгіме тыңдамайды, ол дүниесін ойлап отырады, телефонын ойлап отырады, біреу телефон соға ма деп күтіп отырады, машинесін ойлап отырады, кредитін ойлап отырады, ақшасын, бизнесін ойлап отырады. Ол дүние дос. Дүниеге дос емес адам жақсы әңгіме тыңдағанда дүние шығып кетеді есінен. Абай айтады ғой, дүние естен шығады дейді, творчествоға кезінде дүние естен шығып кетеді дейді. Соны дүние дос, неге дүние досты хайуанға қосу керек деген сұрақ туындайды ғой. Сонда Аллаға деген махаббат жоқ адам дүниені тани алмайды ғой. Дүниені тани алмайды, өзін тани алмайды. Негізі үш таным бар: өзін тану, дүниені тану, Құдайды тану. Құдайды таныған адам өзін таниды, өзін таныған адам дүниені таниды. Өзін таныған адам Құдайды таниды. Бәрі бір қатар жүріп отырады өзі. Өзін таныған адам Құдайды таниды, Құдайды таныған адам дүниені таниды. Жаратып тұр ғой дүниені. Сен дүниенің шектеулі екендігін білесің, дүниемен қарым-қатынасын түзейсің, түзу қарым-қатынас жасайсың дүниемен. Сонда егер сен дүниені танымасаң, онда сен хайуаннан айырмашылығың жоқ дейді. Неге? Өйткені дүниемен қарым-қатынасың дұрыс емес дейді. Хайуан дүниеге байланып өмір сүреді. Ол үш нәрсені білмейді дейді. Қайдан келгенін білмейді, неге келгенін білмейді, және өлген соң не болатынын білмейді дейді. Сонда Абай айтады, махаббатсыз дүние дос, хайуанға оны қосыңдар дейді. Мал қашан өлетінін білмейді ғой. Неге өледі, неге өмірге келгенін білмейді. Осы қаншама адам бар қазір. Осы үш сұраққа жауап өмір іздемеген. Келдім қайдан, қайтсем пайдам, өлген соң не болам. Абай қатты айтады, аямайды. Хайуанға оны қосыңдар дейді. Яғни дүние танымдық тұрғыдан айтып отыр. Оны бір қорлайын, сөгейін деп отырған жоқ адам. Ол дүние танымдық тұрғыдан айтып отыр. Хайуан сияқты ол дейді. Хайуанның қатарына қосыңдар деп отыр. Хайуан да ішеді, жейді, төлдейді, өріске барады, қарын тойдырып әкеледі, ұрпақ өсіреді, төлдейді.